Сәлем достар, сіздер Тілеуімбердин Ашнардың арнасындасыздар. Арнамда әртүрлі бағытта түсірілімдер болғандықтан тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі видеода самсаның үгілмелі қамыр түрін илейтін боламыз. Ең алдымен құрамын дайындап алайық. Ол үшін бізге 750 грамм ұн, 2 жұмыртқаның сарысы, 2 пачка май, 140 грамм қаймақ, 80 грамм су және толық 2 жұмыртқаны жаңағы 2 жұмыртқаның сарысының үстіне жарып дайындап аламыз. Енді 750 грамм ұнымызға 2 пачка майды үккіштен үстіне өткіземіз әдемілеп. Содан кейін ұн мен майды әдемілеп араластырамыз, крошка болғанша. Мінекей видеода көріп отырғандарыңыздай әдемілеп араластырып, іртік болғанша. Сосын ортасын ашамыз да жаңағы 2 жұмыртқаның сарысы және 2 толық жұмыртқа қаймағымызды саламыз және суымызды құйып араластырамыз. Әдемі жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Сонымен міне илеп болған қамырымызды 1-2 басып ең қандырамыз. Кейін 2-ге бөліп салафан пакеттерге салып, морозильникке 5-6 сағаттан жоғары бір тәулікке дейін қойсаңыз әдемі болады қамырыңыз. Мінекей менікі 1 тәулік тұрды. Мұздатқыштан алып шығып, әбден жібігенін күтеміз. Жақсылап жібігеннен кейін қамырымызды әдемілеп шаятын боламыз. Достар, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басуға ұмытпаңыз. Арнамда әртүрлі бағытта, оның ішінде гүл күтімі, түскі ас, кешкі ас мәзірі және менімен бірге құрақ құрауға шақырамын. Осылай мінекей видеода көріп отырғандарыңыздай әдемілеп қамырды барынша жұқалап шаямыз да. Ортасына май жағамыз. Оны алдын ала ертіп, суытып қойған дұрыс. Кейін ортасына май жағылған қамырымызды әдемілеп ораймыз. Видеода көріп отырғандарыңыздай тығыз орап шығамыз. Енді мейлінше бұлай ораймыз да, тағы да бір 3-4 сағатқа холодильникке, тоңазытқышқа қоямыз. Екінші қамырымызды да дәл солай жайып, ортасына май жағып, жаңағындай орап, оны да 3-4 сағатқа тоңазытқышқа қоятын боламыз. Мінекей тоңазытқыштан 3-4 сағаттан кейін алып шығып, таразыларыңыз болса таразыдан, таразыларыңыз жоқ болса бір келкі етіп, үзіп, дөңгелектеп қойып шықсаңыздар болады. Мен әрбір қамырды 30 граммнан бөлдім. Әр қамырды 30 граммнан әдемілеп ерінбей бөліп шықтым. Кейін дастарханға қойған кезде самсаларыңыз бір келкі әдемі болып тұрады. Енді мінекей осылай үзіп 30 граммнан дөңгелектеп әдемілеп қойып шықтым. Кейін нан тақтайымды пищевая пленкамен орадым. Содан кейін мына шариктерімді кішкене шелпек қылдырып, мінекей көріп отырғандарыңыздай дөңгелектеп қойып шықтым. Дәл осы мен сіздерге беріп отырған рецепт бойынша 45 самса шығады, 45-46. Осындай дайын тұрған қамырды арасында алып шығып жасай берсеңіздер болады. Өте дәмді шығады, жасаңыз, комментарийда бөлісіңіз. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі видеода кездескенше. Арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуға ұмытпаңыздар. Мінекей түрілері осындай әдемі болып, самсаны әдемілеп түйіп, үстіне 1 жұмыртқаның сарысын жағып пісіресіз.